Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін осындай әдемі шашқа тағатын аксессуардың тоқылу жолын көрсетемін. Менің YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар, себебі менің YouTube каналымда осындай әдемі шашқа тағатын аксессуарлардың тоқылу жолдары бар. Бұл шашқа қыстырғыштар аз уақыт ішінде жасалады және өте оңай, әрі таққан кезде көзге ерекше көрінеді. Одан да басқа гүлдердің, жүрекше өрнектердің тоқылу жолдарының түсіндірме видеоларын мен өзімнің YouTube каналыма салып қойдым. Ал мынадай келген қонақтарды міндетті түрде таң қалдыратын әдемі ыстық тағамдар астына қоятын салфетканың да тоқылу жолы бар. Жүрекше өрнектері, жастықтар, құрақ жастықтар, әртүрлі құрақтардың тігілу жолдарының барлығы менің YouTube каналымда бар. Кіріп тіркеліп, ұнаса лайк басып жазылып қойыңыздар. Олай болса бастаймыз. Бізге ең бірінші шашқа тағатын осындай резинка қажет. Резинкаға бірнеше, менің есебім бойынша менде 110 ілгек шықты. Осындай бос ілгектерді іліп шығамыз. Және де тартып бір-біріне жақындатып жиілетіп отырамыз. Жіптің құрамы, жалпы қандай жіп қолданғанымды, крючоктың түрлерін және де өлшемдерін, материалдардың өлшемдерін мен төменде описание бөліміне қалдырамын. Бұл өте оңай, бірақ кішкене уақытты талап етеді. Дәл осылай бос ілгектерді іліп шығасыздар. Бұл біздің бірінші қатарымыз болып саналады. Видеоны көріп отырған адам нөлден бастап тоқуды үйреніп, тоқуды білу үшін, сіздерге түсінікті болу үшін мен өте жай қимылмен түсіндіруге тырыстым. Оның еш қиындығы жоқ. Міне дәл осылай іліп кете бересіздер де арасын, яғни біздің резинкамыз көрінбес үшін оны жиілетіп отырасыздар. Негізі резинканы таңдаған кезде жіпке түстесін таңдасаңыздар, сонда қатты байқалмайды. Қатты мен сияқты осылай жиі етіп жасамасаңыздар да болады. Осы ілгектерді дәл осылай резинканың соңына дейін біткенше іліп алып отырамыз. Сосын біріктіріп келесі екінші қатарға өтеміз. Міне біздің бірінші қатарымыз осымен аяқталды. Енді біріктіреміз. Соңғы бастаған ілгегімізге жай ғана іліп аламыз дәл осылай. Екінші қатарға өткенде тағы бір ілгек іліп аламыз да, содан соң крючогымызға орап алып, әрбір әлгі бірінші қатарымыздың ілгегіне осылай екіден іліп алып отырамыз. Біріншісін, міне крючокта екіншісі кетті. Тоқыған кезде крючокқа жіпті орап іліп алып отырасыздар. Мұнда мен өте жай тоқып көрсетуге тырыстым. Сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Дәл осылай соңына дейін тоқып, соңында біріктіріп жібересіздер. Міне біздің екінші қатарымызды дәл осылай тоқып бітіреміз. Яғни крючокқа жіпті орап алдық, ілгектен 2 рет іліп алдық. Екінші қатарымызды тоқып біткеннен соң дәл сол жерді осылай біріктіріп 25 бос ілгек іліп шығамыз. Және де 25 бос ілгекті іліп болғаннан соң артқа қарай тағы бір рет тоқып шығамыз. Міне біз 25 бос ілгекті тоқып біттік. Енді 24-ші ілгектен бастап кері қарай тоқып, соңына дейін тоқып, тағы да біріктіреміз.
Міне осымен біздің тоқымамыз аяқталды. Енді екіншісін тоқып тастаймыз. Бұл жерде біріншісіне 25 бос ілгектен тоқып шықтым. Екіншісіне 20 бос ілгекті іліп шығамын да кері қарай 19 ілгектен бастап кері қарай тоқып, тағы да осылай біріктіремін. Гүлімізді тоқығанда осылай 5 бос ілгекті іліп алып, 5-еуін біріктіреміз. Мына видеода көрінбей қалыпты. 5-еуін біріктірген соң, оның ішіне тағы да 10 ілгек іліп аламыз. Міне біріктірдік. Осы кішкене ғана бізде орын қалып тұр ортасынан. Сол ортасында біз 10 ілгекті іліп аламыз. Міне 10 ілгекті іліп алдық. Енді жоғары қарай 6 ілгек көтерілеміз. 6 бос ілгек көтерілдік. Содан соң 3 рет крючокқа орап аламыз. Бұнда мен қолданған крючок нөмір 2. Міне, одан соң тура сол жерге тағы да алып, біріншісі кетті, екіншісі, міне үшіншісі, дәл осы жерде екеуін біріктіреміз. Тағы да орап аламыз 3 рет. 1, 2, 3, жандағы тесіктен 1, 2, 3. Осы екеуін біріктіреміз. Тағы да 3 рет орап аламыз. Дәл осылай сіздер соңына дейін тоқып кете бересіздер. 1, 2, міне үшіншісі кетті. Соңында екеуін біріктіріп алып отырасыздар. Осылай тоқығанда біздің өрнегіміз шығады, яғни жапырақшалары гүлдің әдемі болып оралып шығатын болады. Гүліміздің соңғы осындай жапырақшасын тоқып біткеннен соң біріктіруді ұмытпаңыздар, міндетті түрде біріктіріңіздер. Және де бізге осындай гүлдің 4-еуі қажет болады.